Виртуалды мектепке қош келдіңіз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қуат көзін үнемдей білеміз бе? Бүгін сабақта біз реттік және жинақтық сан есімнің жасалу жолдарын меңгереміз, ерекшелігін анықтаймыз, ауызша және жазбаша жұмыстарда қолданамыз. 3 сурет, 1 ой. Суреттер бойынша сабақ мазмұнын болжаңыз. Өзіңізді тексеріңіз. Сабақ мазмұны қуат көзін үнемдеу. Мәтінмен жұмыс. Мәтінді оқып, өз сөзіңізбен әңгімелеңіз. Сан есімдерді тауып, түрлерін анықтаңыз. Қажет болса, төменде берілген ережені қолданыңыз. Жасыл экономика. Кез келген әлемнің неғұрлым дамыған елдері жасыл экономика қағидаттарын ұстанады. Атап айтсақ, Моңғолия, Қытай сияқты екі ел басшылары жария еткен жасыл экономика жоспарын жүзеге асыруда. Мысалы, Бразилияда топырақты күтіп ұстаудың, ауыл шаруашылық өнімдерін жинаудың және жеткізу тізбегін басқарудың жетілдірілген жүйесі есебінен ауыл шаруашылықты қалпына келтіру жүргізілді. Немістің Дортмунд қаласы көмір индустриясы орталығынан 3-ші индустриялық төңкеріс инфрақұрылымы бар жаңа жасыл сектор орталығына айналды. Жасыл экономика жоспары дамыған 30 елдің қатарына енуді қамтамасыз етеді. Мәтін бойынша тапсырманы орындаңыз. Мәтіндегі сан есімдер. Ықтимал жауабы. 3-ші. Сұрағы нешінші? Сан есім түрі реттік. 30. Сұрағы неше? Сан есім түрі есептік. Келесі тапсырма екі жақты күнделік. Мәтінге негіз болатын сөздерді анықтаңыз және мәтінге пікір жазыңыз. Өзіңізді тексеріңіз. Мәтінге негіз болатын сөздер. Жасыл экономика, топырақ, ауыл шаруашылық, көмір индустриясы, 3-ші индустриялық төңкеріс, инфрақұрылым. Мәтінге пікір. Автор Моңғолия, Қытай, Бразилия халықтарының жасыл экономиканы қалай жүзеге асырып жатқандығы туралы айтып, деректер келтіреді және жасыл экономикаға көшудің негізгі шарттарын ұсынады. Келесі тапсырма тілдік бағдарға кіріспе. Берілген сұрақтарға жауап беріңіз. Бұл сөздер нені білдіретінін анықтаңыз. 1-ші. Сандық мәні мен жазғандағы әріп саны бірдей болатын сан есімдер. 2-ші. Оңнан оқыса да, теріс оқыса да, бірдей мағынада айтылатын сан есім. 3-ші. Әрі зат есім, әрі етістік ретінде қолданылатын қандай сан есім? Ал кім тапқыр екен? Көрелік.
Ықтимал жауабы: 10, 100, 40. Өзіңізді тексеріңіз. Ережеге сүйеніп, реттік және жинақтық сан есім құрастырыңыз. Жасалу жолдарын түсіндіріңіз. Қажетті сандар: 6, 7, 5, 10, 100, 40, 93. Есте сақтаңыз. Реттік сан есімнің жасалу жолдары: негізгі түбір сан есімге ыншы, інші, ыншы, інші жұрнақтары жалғанады. Мысалы, бірінші, екінші, 90-шы. Ал жинақтық сан есімнің жасалу жолдары төмендегідей. Есептік сан есімдерге ау, еу жұрнақтары жалғанады. Жинақтық сан есім 1-ден 7-ге дейін ғана болады. Мысалы, 1, 2, 3, 4. Есте сақтайық. Егер сөздің соңғы буыны жуан болса, жуан қосымша жалғанады. Мысалы, 6, 6-шы, 6-ау. Егер сөздің соңғы буыны жіңішке болса, онда жіңішке қосымша жалғанады. Мысалы, бірінші, 1. Ықтимал жауабы: өзіңізді тексеріңіз. Реттік және жинақтық сан есімнің жасалу жолдары. Мәтінді оқып, сан есімдерді теріп жазыңыз. Реттік және жинақтық сан есімдерге айналдырыңыз. Жасалу жолын түсіндіріңіз. Мәтіннен сан есімдерді тауып, есептік және реттік жинақтық сан есімдерге айналдырыңыз. Өзімізді тексерейік. Мәтіндегі сан есімдер. Адасқан сөз әдісі. Сөздерді орнымен қойып, сөйлем құраңыз. Сан есімдерді тауып, түрін ажыратыңыз. Жинақтық сан есімге айналдырыңыз. Бірінші, сөздер: ішінде, елімізде, 7 жыл, жаңартылуы тиіс, электр құбырлары. Екінші, көше жарықтары. Екінші, жыл, болды, ауыстырылды, шамдарға энергия үнемдейтін
ықтимал жауабы. Бірінші сөйлем. 7 жыл ішінде елімізде электр құбырлары жаңартылуы тиіс. Екінші жыл болды көше жарықтары энергия үнемдейтін шамдарға ауыстырылды. Жинақтық сан есім 7, 2. Келесі тапсырма. Үйдегі қуат көздерін үнемдейік тақырыбына шағын эссе жазыңыз. Нанымды жазылым. Я, келісемін сөздерін қолданыңыз. 40-50 сөз. Нанымды жазылымға келесі сипаттар тән. Кіріспе. Тақырып бойынша айқын пікір айтылады. Негізгі бөлім себептермен келтірілген дәлелдер логикалық тәртіппен беріледі. Мысалы, 1-ші, 2-ші, 3-ші. Аудиторияны сендіру басты талап болып саналады. Мысал келтіріп, ұсыныс айтыңыз. Қорытынды. Тұжырымды оймен қорытынды жасалады. Мысалы, қорыта келе. Рефлексия. Бағдаршам. Бір түсті таңдап, өз ойыңызды білдіріңіз. Себебін айтыңыз. Жасыл түс. Маған бәрі түсінікті болды. Сары түс. Аз ғана кемшіліктер болды. Мен онымен жұмыс жасаймын. Қызыл түс. Маған сабақ қиын болды. Сабақ аяқталды. Сіз алғыр оқушысыз. Тыңдағаныңызға рахмет. Құрметті оқушы. Дидактикалық материалдар файлында сізге арналған тапсырмалар бар. Сол тапсырманы орындап, нұсқаулық арқылы тексерсеңіз болады. Сізге сәттілік.